Мен сені сүйемін Қазақстан деген мынадай әдемі дүние жасаймыз. Қош келдіңдер менің каналыма. Ал кетіп бастаймыз. Алдымен спашка таяқшаны қолданатын боламыз. Әрине осы ыстық клейдің арқасында осы спашка таяқшамызды бір-біріне жабыстырамыз. Мінекей жабыстырдық. Біз бәрін жабыстырмаймыз. 3-4 данасын бір-біріне жабыстырып қоямыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей мына соңғысы 4 таяқша кетті. Енді біз киім қыстырғышпен уақытша қыстырып қоямыз. Кішкене келей жабысып, нық тұру үшін артына кішкене қыстырып қойсаңыздар да болады. Кейін тіке тұрғызу үшін. Енді артындағысын уақытша ала тұрамыз. Енді тағы да таяқшамызды алып, кәдімгі осындай декоративный заттарды істейтін кішкене шағын плоскогубцымен біз осындай шамамен үстіп қырқып алып отырамыз, кесіп алып отырамыз. Мінекей, енді осыны бір-біріне жабыстырамыз. Сонда біздің осы алдындағы мен сені сүйемін Қазақстан дегенін заттарды клейлейтін боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Бұл төртеулік негізі ортасындағы жүрекше тұратын болады. Өйткені жүрекшеміз жалпақтау болып келеді. Енді осындай таяқшадан көбірек қылып кесіп аламыз. Шамамен тура сондай қылып кесіп алып отырмыз. Бізге бірталай қажет болады осыдан. Осының бәрін екеуден клейлейтін боламыз. Мінекей дайын болды. Таяқшаларымыз енді осы ұзын таяқшаның ортасын біріктіріп, бізге көбірек әріп қажет болғандықтан біз созып клейлеп қойдық. Ортасын жабыстырып, біріктіріп қойдық. Енді бізге осылардың ұзын әріптерін жасайтын боламыз. Фоамирон қағазын артындағы клеймен қоса алдым. Фоамирон қағазын енді бізге осы фоамироннан әріп жасайтын боламыз. I love you деген, мен сені сүйемін деген әріптерді жасатын боламыз. Английский жаңағы әріптерін. Осындай спашка таяқшалардан неше түрлі декоративный заттарды істесеңіздер өте әдемі болады. Қазақстан туралы және де өзіміздің отанымыз туралы осындай бірталай көрнекіліктерді осы балаларға отанымызды қалай сүю керектігін осындай көрнекілікпен жеткізсеңіздер болады. Мінекей фоамирон қағазын клейлеп қойдық. Енді ортасындағы жаңағы ағашқа клейлейтін боламыз. Мінекей ортасындағы ағашқа, ұзын ағашқа әрімімізді жабыстырып қойдық. Енді бізге өте әдемі жүрек жасайтын боламыз. Бұл жерде ең главный осы жүрек болып тұр. Алдымен кішкентай жүректің үлкенін өлшеп қырқып аламыз. Мінекей жүрекше кішкене сопақтау болып кетті. Соның ұштарын кішкене қырқып аламыз. Үлкенді кішкене қырқып дөңгелек қылып алдық. Мінекей біздің жүрегіміз дайын. Енді артындағы клейін ажыратып, жаңағы үлкен жүрекке жабыстырып қоямыз. Енді артындағы үлкен жүректің клейін аламыз. Осының артына жаңағы
4 спашканы жабыстырып қойған жалпақ таяқшамызға жабыстырамыз. Қараңыздар, енді бізге қандай әдемі болды. I love you. Енді біз өзіміздің Қазақстанды жазатын боламыз. Әрине, өзіміздің отанымыздың сүйіспеншілігін жасасаңыздар өте тамаша болады. Осы балашаға осындай қылып деген көрнекілік қылып жасап, жазатын боламыз. отанымызды қалай сүю ұнайды деп қалай ойлаймын. құрметтеу керек екенін осындай Бұл көрнекілікпен міндетті түрде мектеп дәлелдесеңіздер алды болады. даярлық Біз топтарында, енді балабақшада Қазақстан және деген үлкен жаңағы бастауыш әрпін сыныптарда өте жасаймыз. қажет болады. Бұл негізі Қазақстан, мен сені Жүрекпен сүйемін деген алдындағы Қазақстанның I love you өзі дегенін айтып тұр. біз қызыл Елімізді, түсін істедік. жерімізді Енді біз өте өзіміздің бағалап, өте кішкене Қазақстан өзіміздің жалауына елімізді кішкене жақсы ұқсайтын көргендігін білдіріп тұрады. көкшілдеу Осы негізі түсін алдым. көрнекілік болып табылады. Сонда кішкене бәрі бірдей болмай, осы түсі әдемі көріну үшін осындай түсті алған жайым бар. Мінеке, Қазақстан бәрін қырқып болдық. Енді осылардың артына тіреу болу үшін жаңағы дайындап қойған ағаштарымызды жабыстырып кілелейтін боламыз. Аны жабыстырдық. Қараңыздар. З, А, К. Мінекей, мен сені сүйемін Қазақстан деген көрнекілікті жасадым. Міндетті түрде осыған қарап жасаңыздар.